Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман, ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Қостанайда ірі жол апаты бірден 10 көлік соқтығысты. Оқиға орнынан ауруханаға бір адам жеткізілді. Қостанайда ірі жол апаты бірден 10 көлік соқтығысты. Егемен.kz. Қостанайда бірден 10 көлік соқтығысты деп хабарлады Түркістан.kz. Полиция.kz-ке сайтына сілтеме жасап. Қостанай облысының полицейлері қолайсыз ауа райында жолға шықпауды ескертеді. ПД жолда төтенше оқиғаларды болдырмау үшін жол қозғалысының барлық қатысушыларынан, атап айтқанда жүргізушілерден ТЖ хабарламаларын ескеруді, алыс сапарға шықпауды және автокөліктер арасында қашықтықты жылдамдық режимін қатаң сақтауды сұрайды делінген хабарламада. Республикалық және облыстық маңызы бар 7 автожол көліктің барлық түрлері үшін жабық. Бүгін облыс орталығында 10 автокөліктің қатысуымен жаппай ЖКО болып, оқиға орнынан ауруханаға бір адам жеткізілді. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлерін жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.